О, жылдар сағыныш атты әніңізді орындап берейін деп отырсыз. Иә. Жылдар сағыныш сізді не сағындырады? Жылдар сағыныш дегенде енді әр жылдың өзінің сағынатыны бар, өкіндіретіні бар. Кейін сондай. Енді адам өзі өткен сайын өткен уақыттың тәтті болып көрінеді мысалға да. Оның мысалға адам өмірі тек қана жаңағы паласа дейді ғой, бір қара бір адам өмірі оңай болмайды ғой. Сонда кейбіреуіне өкінесің, кейбіреуіне қуанасың, кейбіреуіне сүйінесің да. Бірақ әрбір адамның мысалы кезінде сен бір адамдармен мысалы кездесесің, бір адамдар жоғалтасың, мысалға бір сәттерді жоғалтасың. Сондықтан жылдар сағыныштың негізгі ойы сол. Соның сөзін Айбек Сейдахмет деген ақын бауырымыз жазды. Жылдар сағыныш деген ән. Мынау осындай сіздің әскери патриоттық әндеріңіз қазіргі заманның жастарын рухтандыратын, сондай патриоттық сезімін арттыратын әндеріңіз ғой. Жалпы осы әндеріңіздің бірін тыңдап өтсек қазір. Жылдар сағынышты айтамыз ғой. Жоқ, қазір мен енді жаңа жылдар сағыныш айтып берейін. Енді кейінірек басқа. Әрине. Тамаша. Мархабат, біз сізді міндетті түрде тағы да студияда күтеміз. 56-шы көктем жайында да әңгімелесеміз әлі. Иншалла. Әлі тағы да қауыштасып. 100-ші көктемді де көрейік. 100-ші көктемді не? Кеше осындай тілек айтып еді, 100-ші көктемді келсек деп. Енді келесі жолы Роза Қуанышқызы екеуіңіз отырыңыздар. Көктем шақырады деңіз, 56-ші көктем болсын. Жақсы, олай болса біздің студиядағы сахна сіздікі. Рахмет.